Ассалаумағалейкум достар, бүгін бізде Доппен дос жобасының кезекті шығарылымы. Бұл Доппен дос YouTube жобасының негізгі мақсаты мектеп қабырғасында оқитын мектеп оқушыларының спорттық жолын баяндау. Сол мақсатта бүгінгі қонағымыз Қанатұлы Дәулет. Дәулет, бүгінгі көңіл күйің қалай, мемлекеттік емтихан, жаз қалай өтіп жатыр? Алдымен баршаңызға сәлем. Көңіл күй жақсы, мемлекеттік емтиханды енді барынша өз күшімізбен жазып жатырмыз, десек те болады. Сол қазіргі мақсат тобытыдан жақсы балл жинау, грантқа түсу бұйырса. Ал енді саған алғашқы өзінің дайындап келген сұрақтарын қойсам, бірінші сұрағым, сен өзің спортқа қалай келдің? Кім алып келді? Неге қызығып келдің? Спортқа қалай келдім болғанда, бәріміз ауылда өскен балалар болдық. Ең алғашында әкеммен бірге баратын, дәл осы футболға әкеммен баратын. Одан кейін 5-ші класстан былай қарай ағамен бірге баскетбол ойнайтынбыз. Сөйтіп достарыммен настольный теннисқа да қызығатынмын. Сөйтіп мен спортқа емес, спорт мені тапты десе де болады. Сенің өзің футболда Дайын-капқа қатысқаның және де бөлек Нархоз университетінде болған студенттердің арасында өткен жарыстарға қатысқаның белгілі. Сол себепті саған футбол сенің ойыңша не нәрсе? Футбол деген саған қалай? Футбол деген не десе, бірден адамдардың бірлігі, достығы және сол ойын үстіндегі эмоцияны айтар едім. Ойынның үстіндегі эмоция тек ойыншыларға емес, тіпті жанкүйерлерге де қызық болады деп ойлаймын. Енді сен биыл 10-шы сынып оқушысың, келесі жылы студенттік шағыңда өзіңді футбол жағынан ба әлде қай жағынан дамытқың келеді? Өзіңді қай жағынан көресің болашақта? Негізі осы мектеп бітіргенше футбол ойнап өстік қой енді. Ары қарай бұйырса бірінші курста сабақ оқу керек, тек мамандық бойынша сабақ оқысақ, үйірмелерге қосылып ақырын. Келесі сұрағым саған, әлем бойынша осы футболда қай футболшыға қарап өзіңді үлгі етесің? Сол қай ойыншы сен үшін тұлға? Әлем бойынша маған тек шабуылшылардың ойыны ұнайды. Ұнайды деген өзім қатты футбол қарамаймын. Қарағанды көп ұната бермеймін да. Сол үшін көбінесе шабуылшылардың ойынын қараймын, допты алып жүруін қараймын. Нақты айтатын болсам, осы жақында не болды ғой, допты сол аяғымен алып жүретін Майкл Олисе деген хит болды ғой. Сол өзіме ұнады, бірақ енді елдің арасында таңдау береді ғой, көбінесе Роналду или Месси депші. Сол кезде бірден Роналдуны айта бердім. Өйткені Роналдуның денесі де, физикасы да кәдімгі ұнайды. Сол? Маған өзіме сенің ойын стилің Усман Дембелеге ұқсайтын сияқты. Сен оң аяқпен де, сол аяқпен де тебе аласың және допты тартып алу кезінде белсене атсалысасың командада. Сен енді футболды көргенде емес, ойнағанды ұнататын балалардың бірі болғандықтан саған алдағы уақытта футболда сәттілік тілеймін. Ал енді келесі сұрағыма келетін болсам, саған осы 4 жылдық мектеп тәжірибесінде мектепте сыныбаралық па, әлде шаңырақтар арасында футбол ойнаған ұнай ма? Қай жағы саған қатты ұнайды? Негізі екеуі де жаман емес, бірақ сынып арасында өткізер болса, сынып арасында бәсекелестік көп болады ғой. Өз сыныбың, бәсекелестік те көп болады. Ойыншылардың қамтылуы да көп болады ол кезде. Барлық ойыншы ойнай алатындай мүмкіндік болады. Барлық сыныптан барлық ойыншы ойнай алатын мүмкіндік болады. Ал егер шаңырақтар болатын болса, енді үлкен 10 сыныптарда ойнай алмайтындар қосылып кетеді, 9-дардан 1-2 бала қалып қояды дегендей. Бәрі көңіліне тиеді деп ойлаймын. Бірақ эмоцияға келетін болса, сол шаңырақтар арасында дұрыс болады ғой. Шаңырақтар арасында шаңырақтар қолдау білдіріп келсе, қандай керемет десем. Бірақ саған шоу, эмоция керек болса, сол шаңырақтар арасында өткен қызығырақ. Маусымның 15 жұлдызында басталатын әлем чемпионаты 2026 додасында қай мемлекетке, қай елге жанкүйер боласың?
және не үшін? Негізі әлем чемпионаты қатты қызық болатын секілді енді мен үшін да. Бірақ дөп басып айтатын командам жоқ. Барынша енді қараймыз әлем чемпионатын. Бірақ сонда да жаңағы басында айтып кеттім Роналду деп. Роналду үшін Португалияға жанкүйер боламын деп отырмын өзім. Сенің осы мектеп қабырғасында оқыған өзің үздік деп санайтын оқушылардан үздік 5 команда болса 5 адамнан тұратын қақпашысы. 5 адамнан. Аха. Қақпашысы. Ең алдымен қақпашыға 11-ші Б сыныбында оқып кеткен енді біздің былтырғы түлектеріміз түлегіміздегі Абылайды айтар едім қақпашыға. Өте жақсы тұрады. Одан кейін қорғаушыға әрине өзімнің сыныбымдағы Айбол, Ясын Айбол деген дарын каптада жақсы тұрды. Өзіміз сынып аралық ойнаған кездерде жақсы қорғаушы негізі. Одан кейін Айболдың қасына мен 11-ші В сыныбындағы Нұркенді қоятын едім. Нұркен екеуі жақсы дуэт болады қойған тұста. Жақсы дуэт болады. Ешкімді жібермейді деп ойлаймын. Одан кейін 2 шабуылшыға келетін болсақ, 2 шабуылшыға біріне Бекболатты қояр едім, біріне сол өзіңді қоятын едім. Сен ударың, допты тебуің, алып жүруің бәрі ұнайды, жақсы келеді негізі. Рахмет. Сен мұндай сөзді естімегенде көп болды де. Ал енді өзің келесі сұраққа көшетін болсақ, мектеп қабырғасында өзіңе ұнайтын топ 3 футболшы бүкіл тарих бойынша 4 жыл оқыған кімді үздік деп санайсың? Үздік 3 ойыншы деп. Негізі топ 3-ке бірінші топ 3-тен бастасам бірінші 7-ші А сыныбында оқыған жаңадан ғана келген Дарынды айтатын едім. Топ 3-ке Дарынның ойыны стилі бәрі өте ерекше ұнайды. Топ 2-ге мен Санжарды қоятын. Сол өзіміздің түлек былтырғы түлек Жағыпар Санжар деген. Топ 1-ге әрине үздік қорғаушы Ясын Айбол. Онда саған осы сұхбат үшін рахмет. Өзіңнің ойыңды білдіріп осы мектеп қабырғасында соңғы жылыңды сәтті өткізді деп ойлаймын. Және алдағы студенттік шағыңа биік асуларды, алынбас қамалдарды бағындар деп сенемін.